Бүгінгі 4-ші вебинарымызды аккредеу, яғни тақырыбы бойынша және де еріктілердің негізгі мақсаттары, қандай қабілеттіліктері болу керек, қандай сипаттамасы бар біліктілердің, сол туралы бүгінгі біздің вебинарымызды бастаймыз. Мына слайдтан өздеріңіз көріп отырғандай, функционалды бағыттық жұмыс бойынша еріктілер 14 топқа бөлінеді. Яғни бұл функционалдық бағыттарды біз ФНД деп айтамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз аккредиттеу болғандықтан, мына жерден көруіңізге болады, бірінші кезекте, екінші кезекте 10 адамнан бір айға, яғни 20 адам, 20 ерікті осы аккредиттеу бағыты бойынша жұмыс жасайтын болады. Осы біздің көрмеміздің экспоның картасынан көріп отырғанымыздай, аккредиттеу орталығы мына жерде орналасады, және осы ғимараттың ішінде волонтерлік штабта орналасқан. Орынбор көшесінен кіретін болсаңыз, тікелей осы ғимаратқа кіруге болады. Сол жағынан былай айналып, осы жерде аккредиттеу орталығы орналасқан. Ал мына жерде экспоның негізгі ұйымы отырады. Яғни ұйымдастырушылар отырады экспоның. Ал мынау экспоның негізгі көрме зонасы. Аккредиттеуді толық мағлұматты менің әріптесім Абай айтып өтетін болады. Сәлеметсіз бе, менің атым Абай. Мен осы аккредиттеу туралы айтып жіберейін. Аккредитация дегеніміз бұл басқа тұлғаларға беру құқықсыз және тұлғаларға белгілі бір мерзімде берілетін менің бір құжаты деп айтуға болады. Осы аккредитация құжатымен выставка біздің көрмемізге кіруге болады. Осы біздің көрмеміздің 16 ФНД функционалды бағыттар бар. Солардың ішіне осы аккредитацияда кіреді. Осы аккредитация туралы айтып жіберсем, аккредитацияда операторлар бар, аккредитация орталығының жетекшісі бар, және аккредитация волонтер бар. Осы аккредитация волонтерлары операторға бағынқы, аккредитация операторлары осы орталықтың жетекшісіне бағынқы, оларға жұмыстарын бөліп береді. Осы аккредитация волонтерлардың мынау операциялық кезеңдегі аккредитация орталығының құрылымы. Мына жерде біз көріп тұрмыз аккредитация орталығының жетекшісі, сосын операторлар, аккредитация оператор клиенттік топтар, операционалық қызмет, аймақтандыру және басқа, мысалы, мемлекеттер, ТМД елдері, мысалы, және Африка елдері, сол мемлекеттерді бөлініп отыр. Сосын аккредитация волонтерлары аккредитация операторларымен тығыз байланыс жасайды. Осы операциялық кезеңде аккредитация орталығы жұмысының ұйымдастырылуы сағат 8-ден сағат 21:00-ге дейін жұмыс істейді. Осы жерде аккредитация орталығы 4 адам сұраған, 4 адам жұмыс істейді, 8-ден 6-ға дейін 2 адам, және 11-ден 9-ға дейін тағы 2 адам. Бірақ осы ақпарат өзгерілуі мүмкін, және көреміз болғанда біз бәрін көреміз, қанша адам керек. Мына жерде тағы аккредитация кеңесінің құрылымы. Келесі слайдқа көшсек, осы аккредитация орталығының негізгі ғимараттың ішінде операторлар қалай отырылатынын көрсетілген. Егер мынау негізгі есіктен кіргенде, оң жақта біз IT support деген көмектесетін адамдар отырады. Осы жерде осы аккредитация орталығының жетекшілері отырады. Сосын сол жақта бізде қойма орналасқан. Осы қойманың ішінде адамдардың заттары, адамдардың сөмкелері сол жерде жататын болады. Сосын аккредитация орталығының есіктен кірсек, жерде
отыратын орындықтар, мына жерде адамдар өзінің кезегін күтіп отырады, және басқа адамдарға кедергі жасамай отыра алады. Мына жерде операторлар отыр. Операторлардың көп жұмыстары бар. Олар адамдарға аккредитация карталарын береді. Келесі слайдқа көшсек, мына жерде функциялық аймақтар айтып жіберейік. Client Group Operators, клиенттік топтар операторлары, Help Office, күрделі сұрақтар шешімі, Day Pass, Temporary Pass, күзгі және уақытша рұқсаттама беру, Waiting Area, біз айтып едік, күту аймағы, Storage, қойма, Production Distribution, өндіру және шығару. Негізгі операторлардың жұмысы адамдарға аккредитация карталарын басып шығару және оларға голограмма клеу негізгі жұмысы осы. Және адамдарды тіркеу және оларға аккредитациялық карталарды беру деген негізгі жұмысы. Аккредитация волонтерлары оларға көмектесу керек. Мына жерде индегрет айтып отырамыз. Аккредитация орталығының функциялық аймақтардың операциялық кезінде ұйымдастырылуы. Мына жерде кішкене кеңейтіп көрсетілген. Тағы да осы негізгі есіктен кіреміз. Оң жақта IT қызметкерлері отырады. Сол жақта қойма. Тура өтсеңіз, мына жерде операторлар отыр. Мысалы, бірінші оператор ол регистрация бойынша көмектеседі. Екінші оператор ол, мысалы, инвесторлар туралы оларға көмектеді. Үшінші оператор ол волонтерлардың аккредиттеу жұмысы. Оның аты арайлым. Бізде осы волонтерларды осы аккредитациялық базаға енгізу жұмыспен айналысады. Және тағы басқа операторлар басқа жұмыс атқарады. Осы, мысалы, басқа елдердің және тағы басқа. Бұл аккредитация кеңсесі. Осыған дейін аккредитация орталығы туралы айтып кеткен болсақ, бұл аккредитация кеңсесі, яғни экспоның ұйымдастырушылардың ғимаратында орналасқан. Бұл жерде егерде аккредитация орталығында, мысалы, мәселелері, қиындықтар болған жағдайда осы кеңсеге келіп, келген адамдар, мысалы, шетелдіктер немесе Қазақстан адамдары өздерінің аккредиттік карталарын алуына болады. Бұл картада көріп отырғандарыңыздай күту залы бар мына жерде де. Содан кейін менеджер осы жерде және мына жерде аккредиттеу картасын беретін операторлар отырады. Осы аккредитация еріктісі негізгі міндеттері. Аккредитация орган кеңесінің жұмысына көмек көрсетеді. Волонтерлар осы жұмыстарды атқарады. Аккредитациялаушыларға кезегін ұйымдастырады. Аккредитация алудың тәртібін түсіндіреді. Осы келген қонақтарға аккредитация карталарын басып шығарады және рұқсаттамаларды алады. Аккредитация орталықтағы атқаратын жұмыс орнына сәйкес міндеттері атқарады. Аккредитация орталығы жетекшінің нұсқаулары бойынша басқа да тапсырмаларды орындайды. Бұл аккредитация, яғни орталығында жұмыс жасайтын еріктілерге қандай талаптар қойылған? Ең бірінші, бұл еріктілер аккредитация орталығының немесе кеңсесінің жұмысына көмек көрсетуі қажет. Және де аккредиттелушілердің кезегін ұйымдастырып, аккредитация алудың тәртібін түсіндіру керек болады. Мысалы, кез келген адам келген кезде өзі ең басты мақсаты осы картаны алуғандықтан, олар қай жерге баратынын, оны қалай алу керек екендігін, немесе алдын ала ақпаратты беріп қою керектігін, мысалы, білмеу мүмкін. Сол үшін осы процедураның барлығы қалай өтетіні туралы толық мағлұматты аккредиттеу ФНД-сінің, яғни функционалдық бағыттың әрбір еріктісі білуі керек.
Также білікті талаптардың ішінде ағылшын тілін интермедиат деңгейде жақсы білу керек. Екінші, шетел тіл білу басымдық болып табылады. Тағы біліктілік талаптары жерге қосылған. Клиенттермен жұмыс жасау тәжірибесі, аккредитация саласында немесе директор қорындағы жұмыс тәжірибесі болады. Жедел шешімдер қабылдау және тығыз жұмыс кестенің көп мәселелер жағдайда жұмыс жасау қабілеттілігі. Яғни адам бұл жерде жан-жақты болу керек. Бір конфликттер немесе мәселелер болып қалған жағдайда тез оларды шешіп, кез келген адамға көмектесе білу керек. Біріншіден, егер бір конфликт шығып қалса, сол біріншіден өздерінің супервайзерлеріне айту керек. Олардың көмегімен осы мәселелерді шешуге болады. Аккредиттеу туралы біз ақпаратты аяқтадық. Бірақ та енді осы туралы тағы да айтып кететін сөз, барлық еріктілер аккредиттеу картасын алу керек, себебі бұл картасыз экспоның аймағына кіре алмайсыз. Сондықтан да қазір көптеген адамдар барлық осы аймақтар еріктілер жіберіп жатыр өздерінің удостоверение личности, яғни құжатының көшірмесін, төл құжаттың, және де 3-4-ке түскен ақ фонда түсу керек. Сол фотоны 10 сәуірге дейін жіберу керек болатын. Егер де сіздің облыстардағы сіздерді жинап жатқан ұйымдастырушы адамдар кейбір қателіктер бар деп айтқан болса, қазірден бастап өте тез түрде оларға хабарлап, өздеріңіздің құжаттарыңызды беру керек, тапсыру керек. Әйтпесе волонтер болу мүмкіндігінен айырылуыңыз мүмкін. Келесі енді аккредиттеу туралы айтып болған болсақ, еріктілер кодексінің жобасын сол туралы айтып, кез келген ерікті, яғни волонтер, бұл экспоның беті, айнасы болып етіледі. Сондықтан біз еріктілердің кодексін таптық. Кез келген ерікті келгеннен кейін договор келісімге отырып, қол қояды. Біздің волонтерлік штабпен келісімге келеді, және де осы кодекстің астына қол қою керек болады. Сол кодекспен таныстым, кодексте не жазылған білем, және осымен келісемін деген қол қою керек болады. Ең бірінші, біз қағидаттар бар еріктілердің. Ең біріншісі 10 жылдық, яғни патриоттық. Еріктілер Қазақстанның жоғары деңгейде Экспо 2017 көрмесін өткізіп, өзін әлемдік сахнада лайықты көрсету үшін шын жүректен соны қалап, соған ат салысу керек. Екінші, еріктілік қызмет жеке бастама бойынша жүзеге асырылады. Яғни бұл жерде сізді ешкім зорлап әкеліп отырғызбайды ерікті болуға. Ерікті деген сөздің өзі айтып тұрғандай, әркімнің өзі волонтер болуға еркі бар, яғни соны қалаған адамдар ғана ерікті болып келіп, осы жерде бізбен бірге жұмыс жасайды. Үшінші, өзін-өзіне дамыту. Еріктілер әрдайым жаңа дағдыларды үйреніп, жаңа білімді игеруге дайын, ал еріктілік қызмет өзіңді тануға және кешегіден де жақсы болуға негіздейтін, өздігінен жетілудің кең спектрін ұсынады. Сіздер мысалы осы жерге келген кезде өзіңіздің ағылшын немесе басқа шетел тілін жетілдіруіңізге болады, немесе біздің жобаға қатысып, ұйымдастырушылық қабілеттерді арттыруға болады. Әртүрлі тренингтерден көптеген мәліметтер алып, өзіңіздің біліміңізді жетілдіруге болады. Себебі осы жерге келгеннен кейін жұмыс барысында бізде көптеген заттарды үйрендік. Сондықтан да бұл өз-өзіңізді дамытуға үлкен мүмкіндік деп есептейміз. Төртінші, қайтарымсыздық. Яғни біз ерікті болғандықтан, волонтер деген сөз, ол яғни ешқандай ақысыз жұмыс істейді деген сөз. Сондықтан қызмет төленбейді, бірақ та әртүрлі мотивация бар бізде, ынталандыру. Яғни сіз келген кезде экспоның
аймағына бір ай және де түрлі сыйлықтар берілетін болады, экспоның сувенирлері және тамақтану, яғни 3 мезгіл тамақ беріледі және де тұратын жатақханалар берілетін болады. Құрмет, яғни еріктілер өзінің пікірлестерінің, басқа еріктілердің, сондай қонақтардың абыройын сыйлайтын, құрметтейтін болғандықтан, үлкенге ізет, үлкенге құрмет, кішіге ізет дегендіктен көмектесіп, қонақжай керек. Бұл волонтерлердің қағидаттары. Келесі слайдқа өтсек, жауапкершілік. Яғни сізге мысалы немесе өзіңіздің супервайзеріңізге айтпай кетіп қалуға, немесе басқа жаман әдеттерді көрсетуге болмайды. Жетінші, ерікті бұл қазақстан кез келген шетелдік өзіміздің ішімізден қонақтар бізге қарап, бізден ұйымдастырушыларды көреді. Яғни біз сол экспоның киімінде тұрғандықтан ең басты ұйымдастырушы біз болып есептелеміз. Сондықтан да өзіңізді жақсы жағынан көрсетіп, тек қана түспей көп осы ұйымдастырушыларға көмектесу керек. Келесі, адамгершілік, ерікті әрдайым моральдық, этикалық қағидаттарды ұсыну керек. Және салауатты, яғни алкоголь ішімдіктерін ішпей, жұмыс кезінде шылым шек. Бұл туралы тағы да ақпарат келесі слайдтарда айтып кетеміз қазір. Теңдік, яғни адамдардың мысалы сырт келбетіне мына адамның сыртқы түсі қара екен, мысалы, немесе бұл Азиядан келген екен, немесе Европадан келгендерді қолпаштау керек, олар Европадан келді ғой, батыстан келді ғой деп, немесе мынау ауылдан келді, мынау қаладан келді, мынаның жасы үлкен, мынау арық, немесе семіз деп ешкім деуге болмайды. Және қоларбаларда да мүмкіндіктері шектеулі адамдар болатын болады. Оларға өзіміздің сыйластығымызды, құрметімізді көрсетіп, барлық адамдарды тең етіп қабылдаймыз. Ізгі ниеттілік, яғни барлықтарына жақсы жағынан көрсетіп, агрессиямызды көрсетпей, эмоцияға жол бермей, өзімізді тек қана күліп тұруымыз керек. Себебі біз Қазақстанды таныстырып жатырмыз және экспоны таныстырып жатырмыз. Осы альтруизм туралы айтып өтсек, ерікті ешқашан жоқ демейді. Ол өзі жеке көмек көрсетсе, алмаған жағдайлар ұсынады. Әрдайым ол адамдарға көмектесу қажет, өйткені ол біздің Қазақстан Республикасына үлес қосады. Қазақстан Республика дамыған үшін осы Экспо 2017 үлкен үлесін қажет. Сол үшін тағы да жақсы осы 16 қауіпсіздік шараларын ұстану, лауазымдық қызметтерді кезінде қауіпсіздік шараларын сақтай, өздеріне сайлаған тім лидерлердің, қызметкерлерінің, ұйымдар мен мекемелердің нұсқауларын ұнады. Осы еріктілер дегеніміз осы негізгі адамдары, элементтері болып саналады. Өйткені осы еріктілер болмаса, осы ойдаймыз. Сондықтан альтруизм туралы айтып кететін болсақ, мысалы, кейбір адамдар сізге айтуы мүмкін, маған мынаны дүкеннен сатып алып келе қойшы деп, қонақтар немесе ұйымдастырушылар. Бұндай жағдайларда біз қатты айқайға ауыспай, конфликтке келмей, жайлап қана бұндай жұмыстар сіздің
функционалдық міндеттеріңізге жатпайтынын айтып, соны түсіндіреміз. Сол жерге мысалы сіздің баруыңыз міндетті емес. Ал егер де өзіңіз адамға шынымен мысалы көмектескіңіз келіп тұрса, әрине баруға болады, бірақ бұл туралы супервайзерге алдын ала айтып кету керек. Және де кейбір адамдар болады, мысалы еріктілер барлығын істеуге міндетті, сондықтан ауырсар болады, су салынған, оларды да істеу еріктілердің міндетіне жатпайды. Сондықтан да қандай міндеттер біздің міндетке жататынын, қандай жұмыстар міндетке жатпайтынын білу керек. Яғни қандай міндеттерді экспоның еріктілері орындау керек. Супервайзерді тыңдаймыз әрқашанда, әрбір ФНД-да бірнеше супервайзерден болады, және әрбір еріктінің өзінің супервайзері болады. Кез келген іс-әрекетті супервайзерге айтып, содан кейін ғана жасау керек. Келесі, еріктілер өзі қатысатын шараларда саяси және жүргізбеу керек. Яғни, мысалы, мынандай секта бар, оған қосыламыз, немесе евангелист боламыз деп айтып жүруге болмайды. Және де орыс тілінде осыған дейін айтып өткен болатынбыз. Кейбір адамдар болады, мысалы, кейбір заттарда келіп сатқысы келеді. Себебі адамдар қоғасын өздерінің клиенттері көп болады деп ойлайды. Бұндай жағдайларды жасамаймыз ең біріншіден. Келесі, еріктілер шарада бекітілген киім үлгісін ұстану қажет. Киім барлық еріктілерге аккредиттік картаны алғаннан кейін беріледі. Бұл киімнің ішінде 3 футболка болады, 2 шалбар, және де зонтик, рюкзак беріледі, сөмке, яғни беріледі. Осы киімдерді ұқыпты ұстау керек болады, және де күн келген кезде ауыстырып кию керек болады. Сондықтан қолайлы болу үшін 3 футболка берілді, яғни жаз кезі болады, терлейміз, сондықтан 3 футболканы ауыстырып киесіз деп ойлаймын. Солай есептелген алдын ала. Көрме біткенде осы формаларды және аккредиттеу карталарын қайтару, сондықтан соларға жақсылап қарап, аты жоғалтпаймыз. Өзіңізбен бірге алып кетесіз. Бірақ аккредиттік карта және тамаққа берілетін картаны қайтарып беру қажет. Келесі, еріктілер экспо 2017 аясында барлық іс-әрекеттерін супервайзермен бірге орындап, сол адамға әрқашанда айтып отыру керек. Және шараны даярлау және өткізу кезінде оған белгілі болған құпия ақпаратты жария қылмау тиіс. Бұл туралы қазір тағы да толығырақ айтып кететін боламын. Супервайзерге қызметі жөнінде есеп береді. Яғни сіз мысалы таңертең немесе түстен кейін өзіңіздің кезегіңізге келген кезде келдім деп белгілену керек. Яғни мектепте, университетте бізді белгілейтін болса, бар жоқ деп. Дәл солай супервайзерде барлық еріктілерді белгілейтін болады. Ал егер өзіңіз келе алмайтын болсаңыз, алдын ала 12 сағат супервайзерге айтып, сол туралы мәлімет беру керек. Ерғазы, сіздің айтқаныңыз дұрыс, форма өзіңізде қалады. Карточка деген, яғни бұл тағға берілетін карточка, қазір ол туралы тағы да. Келесі, қауіпсіздік шаралары және жауапкершілік. Яғни еріктілердің мысалы қиын жағдайлар болатын болса, көріп қалсаңыз, мысалы біреу жарақат алуы мүмкін, біреулер ауырып қалуы мүмкін, инфаркт алады біреулер, ыстық күнде. Жанжал, біреулер айқайласып немесе төбелесіп жататын болса, ұрлықты көрсеңіз, немесе белгілі бір қораптар, немесе ішінде жарылғыш заттар болуы мүмкін. Сондай жағдай болған кезде ең бірінші супервайзерге бұл туралы айтамыз, және тим лидерге, және де ұйымдастырушыларға хабарлап, сол жарақаттанған немесе
тағы да бір ақаулар алған адамдарға көмек көрсетіп, олардың медпунктке жетуіне көмектесу керек болады. Ал егер мысалы қиын эвакуация жағдайлары болатын болса, ең бірінші жарақаттанған адамдарға көмектесіп, оларды сыртқа шығарамыз да, содан кейін барып қана басқа адамдарға жол береміз. Және қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік техникасын ұстану қажет. Бұл да өте маңызды болып табылады. Келесі, экспо көрмесіне кім ерікті бола алады? Барлықтарыңызға 18 жас бар деп ойлаймыз қазір. Шет тілін біз барлығымыз білеміз. Ағылшын тілін ең аз дегенде барлық қазақстандықтар біледі деп ойлаймыз қазіргі жастар. Және одан да көп шетел тілдерін білетін болсаңыздар, бұл тек қана жақсы біз үшін де, экспо үшін де, өзіңіз үшін де әрине. Және өздігінен шетке және жаңаны тануға ынталы адам. Бұл сіз келген бір ай ішінде көптеген мәліметтер аласыз, көптеген жан жақтан келген адамдармен солардың тәжірибесімен алмасасыз. Сондықтан да бұл өте жақсы өтетін ай деп үміттенеміз. Сіздер үшін де, біздер үшін де. Келесі, еріктілердің қандай құқықтары бар? Экспо аясында оқуға құқылы, яғни біз өткізіп жатырған қазіргі вебинарлар осы оқудың бір бөлігі болады. Және әрбір вебинар туралы бізде тест ұйымдастырылған. Сол тесттерді сіздердің аймаққа жауап беруші адамдар сіздерге береді. Соны толтырып, сол адамға қайтадан тапсыру керек. 16 ФНД-ға бізде 16 тест жаздық. Және біз сіздің қалаңызға келіп семинар өткізетін кезде де бұл да оқудың бір бөлігі болып табылады. Келесі, жұмыс кезінде тегін тамақтану, яғни 3 мезгіл тамақ сіздерге ұйымдастырылған, тұруға жатақханаларда және де жолақы алуға. Жолақы деген, яғни сіздің қалаңыздан Астанаға дейін, Астанадан сіздің қалаңызға дейін, және де таңертең немесе түстен кейін өзіңіз кезегіңізге келіп және қайтадан жатақханаға кеткен кезде автобустар алып келіп алып кетеді, соған да сіздің құқығыңыз бар. Келесі, экипировка, яғни бірнеше элементтен тұратын бұл киім, яғни экспоның киімі. Еріктілер іс-шараға қатысушылардың жұмысы бойынша ұсыныстар енгізуге құқылы. Егер де сіз кейбір заттарды одан сайын былайша жақсы жасауға болар еді деп ойлайтын болсаңыз, ол туралы супервайзерге немесе біздерге, штабтың мүшелеріне айтқаныңыз жақсы болар еді. Ақпарат алуға құқылы, яғни сіздің зонаңызда белгілі бір шаралар болатын болса, немесе алдын ала жұмысқа келу керек болатын болса, бұл туралы сіздердің ақпаратты алуыңызға құқыңыз бар. Қонақтардың, ұйымдастырушылар мен басқа да волонтердің өзіне құрметпен қарауына және яғни сіз мысалы өзіңіз басқаға құрмет көрсететін болғандықтан, қонақтардың да басқалардың да бізге жақсы ниетпен және жақсы көңілмен қарауын күтеміз. Егер де ол адам сізге дауыс көтеріп, немесе сізге физикалық мысалы шабуыл жасайтын болса, онда супервайзерге міндетті түрде тез арада айту керек. Келесі, жұмыстың есептелуіне құқылы және әділетті бағалануына құқылы. Бізде ынталандыру, яғни мотивация жүйесі бар. Бұл туралы екінші вебинарда айтып өттік. Сол бойынша, мысалы, 10 күнге 100 үлес саласыз, бір келген күн 10 үлес экспоның ыдыс және 200 мысалы үлес алсаңыз сізге экспоның зарядкасы беріледі. Сол сияқты экспоның сувенирлерін алуға, кішігірім сыйлықтарға сіздің құқыңыз бар. Еріктілер тапсырманы орындаудан бас тартуға құқылы. Яғни сіздің себептеріңізді айтсаңыз, мысалы денсаулық жағдайына байланысты, немесе белгілі бір төтенше жағдайларға байланысты, өзіңіз одан ары экспода жұмыс жасай алмайтыныңызды сондай жағдайлар болса, супервайзерге алдын ала айтып,
барлығын алдын ала біліп болу керек. Барлық еріктілер осы мінез құлық ережелерін біліп ұстануы қажет. Және де тағы жалғасын келесі слайдта айтып өтеміз. Мына жерде тағы да қайталап жазып кеттік. Экспо 17 ерікті Қазақстан Республикасының таныстырушысы, оның айнасы болып табылады, және қоғамның игілігі үшін еңбек етеді, және де өзінің игілігі үшін, яғни одан сайын даму үшін, көптеген нәрселер үйрену үшін. Сондықтан ол Экспо 2017 еріктілер кодексін ұстануға міндетті. Осы слайдтардың барлығы сол кодекстен алынған. Кодексті өздеріңіз келген кезде оқып, қол қоясыздар. Және де презентацияны бүгінгі презентацияны жазылған видеомен бірге сіздерге жібереміз. Бұл кодексті біз осы жердегі волонтерлармен және универсиададағы еріктілік топтармен бірге қосылып жаздық. Сондықтан осы кодексті әрбір волонтер білгені біз үшін үлкен жетістік болар еді. Осында ең соңында осы жерге қол қоясыздар. Және көрмедегі мінез құлық ережесі. Яғни сіздер қандай әрекеттерді жасауға болады, қандай әрекеттерді жасамаған дұрыс. Еріктілер толық оқу курсын өту керек. Себебі, мысалы, көрмеге келген кезде кез келген адам сіздің экспоның футболкасында мысалы тұрғаныңызды көреді, сізден кез келген сұрақ қою мүмкін. Сол сұрақтарға барымызша жауаптарды білуге тырысамыз. Ал егер мысалы оны білмейтін болсаңыз, анықтама бюросына оларды жіберуге болады, немесе барлық еріктілерге ол туралы айтуға болады. Келесі уақытында ауысымға шығады. Яғни біз қазақтар кешігеміз дейміз, бірақ та кешікпеген дұрыс. Себебі сіз автобусқа кешігіп қалатын болсаңыз, өз бетіңізбен экспоны келіп, өзіңіздің жұмысыңызды бастау керек. Егер мысалы сіз келмей жатсаңыз, сізге 8 сағат жұмыс жасаған адам үйіне кете алмайды, себебі сіз оның орнына келе алмайсыз. Сондықтан да ол адамға 16 сағат жұмыс жасауына өте қиын болғандықтан, кейде еріктілер мысалы жетпей жатады, адамды үйіне жіберетін болсақ. Сондықтан да үлкен мәселе туғызбау үшін әркім кезегімен ауысымға шығып, кешікпеу келу керек. Ал егер де мысалы бір жеріңіз ауырады болса, немесе тағы бір қиындықтар болатын болса, мысалы үйдегі ата-аналарыңыз немесе басқалар өзіңіз жұмыс жасайтын болсаңыз, өзіне замена табады дейді, орын ауыстыратын адам табу керек болады. Келесі тәртіппен жалпы қабылданған мінез құлық ережелерін ұстанады және қолдайды. Келушілер мен бұқаралық іс-шараларға қатысушыларға, қызмет көрсетуші қызметкерлерге, бұқаралық іс-шараларда тәртіптің сақталуына жауапты тұлғаларға құрметпен қарайды. Айналадағыларға қауіп төндіретін әрекеттерді болдырмайды. Еріктілер күдікті заттар мен нәрселерді анықтаған жағдайда супервайзерге айту керек. Ал егер түтіндеу немесе өрт жағдайлары болған кезде, ең бірінші супервайзерге, сосын ұйымдастырушыға айтып, эвакуация жолдарына дайындалу керек. Ал егер эвакуация жүргізілетін болса, ең бірінші сабырлық сақтап, қонақтардың бірінші шығуына көмектесу керек, содан кейін ғана барып өзіміз шығамыз. Бұл уақыттарда негізінен ішкі істер органдары немесе өрт сөндіруші адамдар келіп үлгереді. Сондықтан олар қандай нұсқаулар айтса, сол нұсқауларға байланысты әрекет етеміз. Келесі әңгімелерді аудару кезінде еріктілер кәсіби құпияны жария қылмайды. Яғни, мысалы сіз аудармашы болуыңыз мүмкін, екі адамның ортасында, яғни қауіпсіздік қызметіне жауап беретін адам болуы мүмкін, және бір шетелдік азамат. Яғни олардың сіз аудармашы болғандықтан бұл конфиденциалды, яғни құпия болып табылады.
Сондықтан да бұл екі адамның ортасындағы әңгімені тағы да үшінші адамға айтпау, бұл өте маңызды болып табылады. Және келесі, ерікті супервайзердің келісімінсіз өзінің аймағына кетпей, мысалы сізге қызық концерт болып жататын болса, өз орныңыздан кетпей, жұмысыңызды соңына дейін атқару қажет. Ерікті киім-кешектерге рұқсаттамаға және тамақтану карталарын ұқыпты қарайды және олардың сақталуын қамтамасыз етеді. Біз осы туралы айтып өттік. Ерікті өз рұқсаттаманың үшінші тұлғаға бермейді. Басқа адамдарға, яғни басқа адамдарға бермейміз және өзінің карталарыңызда сақталуын қамтамасыз етеміз. Еріктілер діни насихат жүргізбейміз және басқа тұлғалардың денсаулығына зиян келтірмейді. Еріктілер осы мінез құлық ережелерін бұзған басқа тұлғалар жөнінде жасырмай хабарлайды. Егер сіз басқа еріктілер осы кодексті немесе ережелерді бұзса, сіз көріп қалсаңыз, сіз осы штаб және өзінің супервайзеріңізге беруіңіз қажет. Және де мысалы осыған дейін тамақтандыру картасы туралы айттық. Бұл картаны сізге мынандай кішкентай карта, банк картасы сияқты, соны береміз. Сол карта арқылы таңертеңгі, түскі, кешкі тамақтарыңызды алатын боласыздар. Бұл картаны айдың соңында бізге қайтару қажет. Ал егер жоғалтқан жағдайда штраф төленетін болады. Бірақ штрафтың көлемін біз әлі білмейміз қандай болатын. Және де бұл картаны ұқыпты ұстау керек. Және де аккредиттік картаны да жоғалтуға болмайды, себебі оны қайта шығару өте ұзақ уақытты талап етеді. Келесі, мысалы аккредиттік картаңызды біреуге берулеріңіз келуі мүмкін. Мысалы менің ағам экспоға келгенін қалайым билетсіз деп оған беретін болсаңыздар, ол жерде тұрған адамдар, яғни ол адамның сіз емес екенін бірден сіздің картаңыздың күшін жою мүмкін. Ондай жағдайда сіз қара тізім дейді ғой, соған ілігіп, одан кейін экспоға кіре алмайсыз аймаққа. Яғни ерікті болу құқығынан да айырыласыз. Және келесі, алкогольді ішімдіктер ішуге болмайды. Әсіресе жұмыс орнында тұрған кезде және өзіңіздің жұмыс тұрған кезде шылым шегуге болмайды. Бұл үшін арнайы жерлер бар, сол жерге барып шылым шегу керек. Және де оған шығатын болсаңыз, мысалы өзіңіздің супервайзеріңізге алдын ала айтып, мен 5 минутқа сол жерге барып келемін деп, мысалы сонда ғана барып шылым шегіп келуге болады. Бірақ та біз денсаулықты сақтауды насихаттайтын болғандықтан, негізінде шылым шекпеген дұрыс деп ойлаймыз. Келесі, басқалардың денсаулығына зиян келтірмейміз, ешкіммен төбелеспейміз, діни насихатты да жүргізбейміз, осыған дейін айтып кеттік. Және ережелерді басқалар бұзатын болса, ол туралы біздерге немесе супервайзерге хабарлаймыз. Ал енді біз соңына келіп қалдық презентацияның. Сіздің сұрақтарыңыз болса, осы жерге қоюларыңызға болады. Ауызша қазір сұрақтарға жауап беру сессиясын бастаймыз десек болады. Педагогикалық колледж сұрақ жазып жатқан сияқты. Орыс тіліндегі бүгінгі вебинарда бір сұрақтар болды. ФНД, яғни функционалдық бағыттар бойынша волонтерлерді бөлу туралы. Бұл ақпаратты ертең жібереміз сіздерге. Ертеңгі вебинарда ол туралы айтатын боламыз. Қай облыстан неше адам қандай ФНД бойынша жұмыс атқаратын туралы. Жатақханаға кіру тәртібі болады.
біз жатақханалармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз, және ол ережелер сол жатақханалардың өзінің ережесіне байланысты болады. Оған біз өкінішке орай әсер ете алмаймыз. Мысалы 11-ден кейін кіруге болмайды десе, біз оларға 12-1 деп келісу өте қиын болады. Сондықтан қазірдің өзінде біз жатақханалармен келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Тағы да сұрақтар болса, біз оларға жауап берудеміз. Сондықтан сұрақтар қойып беріңіздер. Жатақхана. Егер де көп тағы да басқа қандай волонтерлер бір айда неше волонтер жұмыс атқаратыны туралы сұрақтарыңыз болса, немесе осыған дейінгі 3 вебинарды көрмеген болсаңыздар, әр аймақтың өзінің жетекшісіне жібердік. Сол жерден ссылканы алып, ашып, вебинарды көруіңізге болады, презентацияны қарауыңызға болады. Себебі барлық еріктілер бізде тестті, 160 сұрақты тестті орындау керек. Ерікті ұялы телефонды қолдана алады ма? Жұмыста еріктілер жұмыс уақытында телефондарды қолдануға тыйым салынады, бірақ өздерінің бос уақытында мүмкіндігі бар деп ойлаймыз. Кейбір ФНД-ларда, мысалы, кейбір функционалдық бағыттарда супервайзермен әрбір, мысалы, бірнеше минут сайын сөйлесіп отыру қажет болған жағдайда қолдана алады. Себебі барлық супервайзерлерге, волонтерларға, яғни еріктілерге сим-карта беріледі деп ойлаймыз қазір. Сол туралы да сөйлесіп жатырмыз. Ол сим-карта беріліп, оның ішіне, яғни алдын ала белгіленген баланс қойылады. Сондықтан сол номерлермен сөйлесуіңізге болады. Бірақ та, мысалы, телефонды қолдануға болады екен деп, күні бойы сол телефонға қарап, Инстаграмды қарап, мысалы, басқалармен сөйлесіп отыруға әрине болмайды. Себебі телефонды, мысалы, үйде отырып та Астанаға, Экспоға келмей қолдана беруге болады. Ал Экспо күнде өткізілмейді. Сондықтан да жаққа қарап, нәрсені үйреніп алған жақсы деп ойлаймыз. Тағы да сұрақтарыңыз болса, қоя беріңіз. Біз сұрақтарды дайындайық. Біз барлық сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Осыған дейін айтпақшы, өзімізді таныстырмаған болсақ, Абай, мен әріптесім, және менің атым Лейла. Еріктіде қандай график болады? Қазіргі бізге берілген мәліметтер бойынша таңертеңгі 8-ден 4-ке дейін, және 4-тен кешкі 10-ға дейін 2 графикте жұмыс істейді. 2 кезекте, яғни кезектер өзгеруі мүмкін. Яғни бір, мысалы, сменамен жасайтын жұмыстар туралы білетін болсаңыз, сондай режимде бізде жұмыс жасайтын боламыз. Басқа қосылғандар сұрақтарды тек педагогикалық колледж емес, басқаларда рұқсат. Сұрақтар болса, сұраңыз. Қалған уақытта не істейміз және қайда боламыз? Қалған уақыт ол сіздің өз еркіңіз, яғни сізге рұқсат берілген, өз жұмысыңызды аяқтағаннан кейін Экспоның аймағында павильондарды қарауға, немесе сол жерде жүріп басқа мерекелерді, концерттерді қарауға болады, немесе қаланы қыдыруға болады Астанада. Біз штабпен сіздерге экскурсиялар ұйымдастырамыз, соларға
бірге қатысуға барамыз. болады. Және де біз әртүрлі өзіміздің алаңымыз болады, волонтерлерге арналған. Сол жерде әртүрлі өзіміздің де іс-шараларымызды, немесе тренингтер, конференциялар өткіземіз. Бірінші елбасының кітапханасы бар. Сол жерде де әртүрлі тренингтер өткізілетін болады. Соларға қатысуға мүмкіндік болады. Және де бос уақытыңызды демаласыз. Ол бос уақыт сіздің өзіңіздің уақытыңыз. Себебі 8 сағат жұмыстан кейін ыстық күнде, мысалы, өзіңіздің шаршайсыз деп ойлаймыз, ұйықтауға болады. Бір жерде екі адам жұмыс істесе болады ма? Бұл функционалдық бағыттарға байланысты. Қазір мен слайдқа көшіп өткізейін. Мысалы, бағыттар дедік. Мысалы, келушілерге қызметтер. Бұл жерде бізде 254 адам бір уақытта жұмыс атқарады. Яғни 2 адам бір жерде жасауы бұл өте үлкен мүмкіндік деп ойлаймыз. Қауіпсіздік қызметінде де 65 адам бір уақытта жұмыс атқарады. Осы тесттер, тек қана осы вебинарлар туралы болады, басқа қосымша сұрақтар болмайды. Сондықтан осы вебинарларды жақсы қарап оқимыз, көреміз, тыңдаймыз. Себебі осыған дейін айтып өттік, әрбір ерікті осы оқу бағдарламасын толықтай аяқтау керек. Осы бізге қазір берілген осы сандардың ішінен, яғни бір кезекте мына жерде көріп отырсыздар, 1500 адам жұмыс. Сол 1500 адамның 800-і аймақтардан келген адамдар. Сондықтан да осы санға байланысты сіздерге неше адам бір қаладан осы жерде бола алатыны туралы мәлімет береміз. Тағы да сұрақтар бар ма? Егер де жоқ болса, алу белгісін қоюға болады. Бар болса, қосу белгісін қойсаңыздар болады. Егер де сұрақтар аяқталған болса, біз вебинарды аяқтауға да дайынбыз. Педагогикалық колледждің бірнеше сұрақтары бар екен тағы. Жоқ екен. Педагогикалық колледжді күтеміз онда. Және де осы бос уақытта не істейтін туралы айтып өтетін болса, мысалы, сіздер келгеннен кейін біздің өзіміздің алаңымыз болады деп айтты. Орыс тілінде бүгін сұрақтар қойды, мысалы, спорттық әртүрлі жарыстар, шаралар ұйымдастырылады ма деп. Егер де өзіңіз кейбір шаралардың, іс-шаралардың өткізілгенін қалайтын болсаңыз, олар туралы жоспарды, мысалы, алдын ала мәліметті бізге жіберуге, немесе сол кезде алып келуге болады. Өздеріңіздің жобаларыңызды, мүмкін сіздер аймақтарда қызық шаралар өткізіп жүрген боларсыздар, концерттер, мысалы, домбыра тартатын болсаңыз, немесе билейтін болсаңыз, өздерінің костюмдеріңізді, киімдерді, құралдарды барлығын алып келіп, осы жерде өзіміздің уақытымызды қызық қылып өткізуге атсалысуға болады. КГУ мен педагогикалық колледжден басқа адамдар бізді тыңдап отыр ма екен? Компьютер алысқа кетіп қалды ма екен? Ақсамбат бар екен, тыңдап отыр дейді, Алма.
Рахмет, қымбат сізге. Тамаша түсіндіріп, түсінікті қылып айтуға тырысамыз. Себебі біздің міндетіміз сіздерді экспоға жақсы етіп дайындап, осы үлкен жоғары деңгейде экспоны өткізу болып табылады. Бір-екі сұрақ күтейік, сосын осы вебинарымызды бітірейік. Сізге де рахмет, алма назарыңызға, қарағаныңызға, бізді тыңдап, бізбен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Тесттер екі тілде жіберіледі. Сізге қай тілде қолайлы болса, сол тілде өзіңіз жауап беруіңізге болады. Бізде ойымызша вебинар жақсы өтті. Сұрақ қойып, осылай қатысып, белсенді болып отырғандарыңызға рахмет. Педагогикалық колледждің сұрақтарын тыңдайық. Бүгін бізде орыс тілінде вебинар өткізген кезде Петропавл қаласы бізге шығып, өздері туралы айтып өткен болатын, мәлімет беріп. Сол сияқты семинарлар өткен кезде өзіңіздің қалаңыздан тағы да онлайн бізбен байланысқа шығуға болады. Еріктілер өзінің жұмысын атқарғаннан кейін не болады? Бұл сұрақты біз түсіндік. Бірақ та егер өзіңіздің жұмысыңызды мысалы кезекті бітірген болсаңыз, барлық бағыттардан, барлық зоналардан еріктілер жиналып, оларды автобуспен жатақханаға алып кетеді. Содан кейін уақыт өзіңіздікі, немесе автобуспен бірге кетпей, көрмеде қалып, өз уақытын өткізуге болады. Себебі күн сайын бізде қызық мерекелер өткізілетін болады. Мысалы, ұлттық күндер болады. 81 ел өздерінің ұлттық күндерін белгілеп дайындап қойды. Солардың концерттері, шаралары болады. Немесе цирк дю Солей, мысалы дю Солей циркіде 90 күн бойы күнде өздерінің көрсетілімдерін көрсететін болады. Соларды қарауға болады. Және де достармен уақыт өткізуге болады. Және тағы бір айта кететін жайт, теледидардан көрген болсаңыздар, экспо мен меганың арасы өте емес, жерге баруға болады. Бір ай өткеннен кейін үйге қайта. Осы өйткені басқа облыстар бар, олар келеді бізге, сондықтан үйге қайтуға қажет болады. Егер де, мысалы, өзіңіз қалып, өзіңіз тұратын орынды туыстарыңыздың үйінде қалып тағы да ерікті болам, волонтер болам десеңіздер, ол сұрақтармен бізге жазуға болады. Да, очень круто. Сонымен сұрақтар таусылған болса, біз вебинарды бітіріп сіздермен қоштасайық. Вебинар YouTube-та біз қазір барлық вебинарлардың жазбаларын салып жатырмыз. Күн сайын, мысалы, бүгін 4-ші вебинар болса, алдыңғы 2 вебинарлардың сұрақтары дайын. Жазбалары да дайын, сондықтан соларды қарауларыңызға болады. Сонымен қоса презентацияларды да салып қоямыз. Тест туралы сұрауды ұмытпаңыздар өздеріңіздің ұйымдастырушыларыңыздан. Педагогикалық колледж бізді жібергісі келмейді ме, немесе сұрақ жоқ деді ме, түсіндік. Ертең де сіздер вебинарды жүргізесіздер ме? Ертеңгі вебинарды біз жүргіземіз. Абай ертең, немесе біз, себебі біздің волонтерлік штабта 15 адамдай жұмыс істейді қазір. Біз кезекпен жүргіземіз. YouTube-тан өкінішке орай сіз қазір іздесеңіз таба алмайсыз, себебі бұл жабық ссылка. Ол ссылканы біздер ұйымдастырушыларға жібереміз, әрбір регионның адамдарына. Солардан ссылканы алуға болады. Сұрақтарыңыз болса, осы электрондық поштаға жібере аласыз. Экспо 2000 Volunteers
gmail.com деген сайтқа электрондық Почтаға жаза аласыз. почтаға жазуларыңызға Сау болыңыз. болады. Сау болыңыздар. Педагогикалық колледж хочет. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.